Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте сәнді көрінетін, үйде бар заттармен ғана жасалатын, ешқандай артық затты қажет етпейтін, мамықтай жұп-жұмсақ болып шығатын осындай әдемі гүл булочкилерді бірге жасайтын боламыз. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видеоларымды жіберіп алмас үшін жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы тиіс. Үстіне қантымызды және де тұзымызды салып, қант пен тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне 1 шай қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кейіннен үстіне ертілген сары майымызды құямыз және тағы бір араластырып, сондай-ақ мен бұл жерде 1 жұмыртқаны ғана пайдаланамын. Жұмыртқаның ағын жаңа қамырымызға жіберемін де, сарысын сыртына жағуға алып қаламын. Ендігі кезекте ұнымызды мен осылай бір ыдысқа салып, алдын ала өлшеп дайындап алдым. Және де ұнды міндетті түрде електен өткізгендеріңіз абзал. Бір жағынан ұнның тазалығына ешқандай күмәніңіз болмайды, ал екінші жағынан наныңыз көтеріліп жұп-жұмсақ болып шығады. Тағы да бір айта кететін жайт, ұнның барлығын бірдей салып жібермей, осылай аз-аздан салыңыздар. Сол кезде сіздердің нандарыңыз қатты әрі тығыз болып қалмайды. Енді осылай нанымызды қолымызбен саламыз. Егер де қолыңызға наныңыз қатты жабысып жатса, осылай аз-аздан сәл ғана ұн қоссаңыздар болады. Және әдеттегідей ең соңынан мен осылай аздаған ғана сұйық май қосып жіберемін. Сол кезде сіздердің нандарыңыз жылтырақ, әдемі болып, әрі шарадан да алуыңыз оңайға түседі. Менің булочкилардың барлығы да біркелкі бірдей болып шығу үшін мен осылай таразыға арнайы өлшеп салып алдым. Әрқайсысы шамамен 80-85 грамм аралығында болды. Және де булочкиларға дөңгелек форма беріп, бетін салафанмен осылай жауып, бір 10-15 минутқа қалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасында менде осындай сүзбеге қантты және ванилинді салып, жақсылап араластырып дайындап қойдым. Салмасын салу өз қалауыңызда, кез келген вареный сгущенка немесе повидло салсаңыздар болады. Сондай-ақ мен осындай вареньені қолдандым. Осы кезде мінекей біздің булочкиміз көтеріліп, формасын жақсы ұстап тұр. Енді осылай қалпағымызды алып, дәл ортасынан қаттырақ нығыздап басамыз да, және шеттерін видеодағыдай кесіп шығамыз. Және де булочкимізді осылай шет-шетін қолымызбен қысып шығамыз. Сол кезде біздің булочкиміз осындай әдемі гүл формасына енеді. Сондай қалпағымызды алып тастаймыз. Және қалпағымызды ең алғашқы осылай 1-2 булочкиге алдын ала кішкене майлап аламыз. Сол кезде қалпақ біздің булочкиге жабысып қалмайды. Осылайша біз булочкилеріміздің барлығын осындай гүл формада жасап шығамыз. Әрине бұл өз қалауыңыз. Қараңыздар, қалай күшті көрінеді. Енді біз булочкиміздің ортасына салмаларын салып шығамыз. Және де салмасын салып болғасын тағы да бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Сондай-ақ екінші булочкиміз мінекей көтеріліп кеткен жағдайда ортасынан тағы да қалпақпен басып шығуға болады. Енді булочкилеріміздің үстіне жұмыртқаның сарысына сәл ғана сүт қосып, түгел жағып шығамыз. Және үстіне қалауыңызша кунжут, мак немесе қара кунжут сепсеңіздер болады. Булочкилер қызып тұрған 180 градус пеште, пешіңіздің ыңғайына қарай шамамен 30-35 минут аралығында піседі. Осымен біздің гүл булочкилеріміз дайын. Қараңыздар, шыққандай жұп-жұмсақ мақтадай әрі нәзік болып шыққан. Міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерде де осылай булочкилеріңіз жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.